Қайырлы күн достар. Кешкі асқа не тағам жасайтындарыңызды білмей отырсаңыздар, міндетті түрде осы тағам жасап көріңіздер. Үйдегілерге ұнайтын болады. Бізге керегі тауық еті. Тауық етін жақсылап ұсақтап, осында көбек етіп турап аламыз. Содан кейін бір пияз, оны да жақсылап турап аламыз. Бір қызанақ, дәл солай етіп тураймыз. Бір кабачки, бәрін ұсақ етіп тураймыз. Бір чеснок. Ал енді табамызға майымызды салып, қыздырамыз. Содан кейін тауығымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырамыз. Тұзымызды салып, тағы да сәл қуырып, үстінен пиязымызды саламыз. Оның үстінен қызанақ, кабачки және де чесногымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Және де қара бұрыш, қалауыңыз бойынша паприка салып, тағы да жақсылап араластырып, 10 минутқа бұқтыруға қоямыз. Лавашты алып, үстіне майонезімізді жақсылап видеодағыдай етіп жаямыз. Оның үстіне сырымызды сеуіп, әдемілеп сыр сеуіп, салмамызды саламыз. Және де видеодағыдай етіп осылай ораймыз. Екіншісін дәл солай жасаймыз, яғни майонез, сыр, салмамызды салып, дәл солай етіп орап аламыз. Пергамент қағаздың үстіне орналастырып, кетчуп жағамыз. Егер де кетчуп болмаса, томат пастасын жақсаңыздар болады. Тағы да сыр себеміз. Одан кейін 200 градус қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Мінекей тағамымыз дайын, өте керемет дәмді тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл үйдегілеріңізге ұнайтын болады. Назарларыңызға рахмет.